Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Әлеуметтік саясаттану білім модулі бойынша әлеуметтік өзгеріс, жақында болған әлеуметтік пікірталастар атты дәрісімізді жалғастырамыз. Алдағы дәрісте біз әлеуметтік өзгерістерге тоқталдық, оның бөлшектеріне, түрлеріне, өзгерістердің түрлері социология ғылымындағы осы әлеуметтік өзгерістерді зерттейтін теорияларға қысқаша тоқталған болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда әлеуметтанулық ғылымында әлеуметтік жанжал деген ұғымның өзіне қатысты әр алуан пікір қалыптасқан. Кей ғылымдар оны әлеуметтік қарама-қарсылықтар немесе белсенді адамдар мен топтар арасындағы шынайы күрес ретінде, ал басқа әлеуметтанушылар оны әлеуметтік қарама-қарсылықтар немесе белсенді адамдар мен топтар арасындағы шынайы күрес ретінде, басқа әлеуметтанушылар оны қоғамдағы қарама-қарсылықтың пісіп жетілуі мен дамуының жоғары сатысы ретінде түсіндірді. Шын мәнінде әлеуметтік қарама-қайшылық пен әлеуметтік жанжал бір-біріне астасып жататын ұқсас ұғымдар емес. Әлеуметтік қарама-қарсылық бір-біріне қарсы топтар күресі ашық та айқын сипат иеленіп, әлеуметтік шиеленіс әбден асқыну деңгейіне өткен кезде ғана әлеуметтік жанжалға ұласады. Парсонс сияқты функционалдық бағыттағы ғалымдар әлеуметтік өзгерістерді қозғалмалы тепе-теңдік ретінде қарастырып, оны қоғамның әлеуметтік әлдебір бөлігіне не бүтіндей әлеуметтік жүйеге телиді. Адамзат қоғамы тарихында әлеуметтік өзгерістердің негізінен эволюциялық, революциялық екі пішімі кеңінен мәлім. Жалпы кез келген әлеуметтік жүйедегі оң қабылдаған өзгерістер ретсіз, бейберекет түрде емес, белгілі бір бағдарлықпен қарапайымнан күрделіге, төменнен жоғарыға қарай, яки прогрессивті жүйелі түрде жүріп жатады. Енді категориялар: макросоциологиялар, микросоциологиялар. Қоғам, мәдениет, әлеуметтік институттар, әлеуметтік жүйесі және әлеуметтік құрылым жаһандық әлеуметтік процестер. Ал микросоциологиялар әлеуметтік мінез-құлық, мотивация, адамдардың қарым-қатынастары, ынталандыру, топтық іс-әрекеттер. Әлеуметтік процесс. Қоғамда болып жатқан барлық әлеуметтік өзгерістер өзара байланысты, өзара келісілген және әлеуметтік процесстер деп аталатын жағдайында бағытталған жылжуларға әкеледі. Петерим Сорокинге сәйкес, әлеуметтік процесс бұл қозғалыстың, модификацияның, трансформацияның, кезектесудің немесе эволюцияның кез келген түрі. Қысқа айтқанда, осы зерттелетін объектінің белгілі бір уақыт ішінде кез келген өзгеруі, оның кеңістіктегі орнын өзгерту немесе оның сандық немесе сапалық сипаттамаларын өзгерту. Әлеуметтік процесс әлеуметтік нысанның жағдайын өзгерту. Әлеуметтік процесстер қоғамдық өмірдің барлық салаларында өрістетіліп, барлық әлеуметтік білімге әсер ететіндіктен бірқатар көрсеткіштер бойынша ерекшеленеді. Штамко әлеуметтік процестерді 6 критерий бойынша жіктеуді ұсынады. Әлеуметтік үдерістердің нысандары, әлеуметтік үдерістердің нәтижелері,
халықтың әлеуметтік үдерістер туралы хабардар болуы, әлеуметтік процестердің қозғаушы күштері, әлеуметтік процестердің деңгейлері, әлеуметтік процестердің уақытша аспектісі. Нысан бойынша бағытталған және бағытталмаған әлеуметтік процестер ажыратылады. Бағытталғандар қайтымсыз әлеуметтік процестер, онда әрбір келесі кезең бұрынғыдан ерекшеленеді және оның нәтижесін қамтиды. Ал неғұрлым ерте кезең неғұрлым кешірек жағдай жасайды. Бағытталғандар бір бағытты әртүрлі бағытта және сатылы болып бөлінеді. Бағытталмаған қандай да бір үлгіге сүйенбейтін, не болмаса белгілі бір қайталанатын немесе кем дегенде ұқсас үлгілерге бағынатын, әрбір келесі кезең алдыңғы түрлерге ұқсас немесе сапалы түрде ұқсайтын, таза кездейсоқ хаотикалық сипатта болатын өзгерістер. Бағытталмаған әлеуметтік процестердің төрт түрі бар. Ол реттелмеген, циклдық, спиралды, стагнация. Нәтиже бойынша әлеуметтік өзгерістердің екі түрі бар: морфогенетикалық және трансмутациялық. Морфогенетикалық бұл іргелі жаңалықтарға, яғни қоғамның жаңа жай күйінің пайда болуына, әлеуметтік құрылымдар мен социумның өмір сүру жағдайларына әкелетін жасампаздық процестер. Трансмутациялық өзгерістер репродуктивті трансформациялық болып бөлінеді. Репродуктивті өзгерістер бейімделген, теңдестіретін, қолдайтын сандық өзгерістердің сипатына ие. Трансформациялық қоғам жағдайының сапалық өзгеруіне әкелетін кейбір репродуктивті процестер. Халықтың хабарлылығы бойынша американдық әлеуметтанушы Роберт Мертон халықтың түпкі нәтижелерін түсінуіне байланысты әлеуметтік процестердің үш түрін ажыратуды ұсынады: айқын, жасырын және бумеранг процестер. Айқын мәні мен оның салдарын халық түсінетін өзгерістер. Жасырын мағынасы ұғынбайтын өзгерістер. Бумеранг процестер бұл мағынасы халық түсінетін әлеуметтік процестер, алайда олардың салдары халықтың көпшілігі үшін айқын емес. Құрметті тыңдаушылар, біз осымен әлеуметтік процестер тақырыбына арналған дәрісімізді тәмамдаймыз. Келесі дәрісте кездескенше.